Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен сәбізден жасалатын танымал әрі тәбет ашатын салаттардың бірі морковь по-корейски немесе маркавча атымен танылған салатты дайындаймыз. Ең алдымен сәбізімізді жуып тазалап, осындай ұзынша теркадан өткізіп аламыз. Айта кетейін, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, мен салған видео рецепттердің барлығы сізге бірден келіп тұрады. Міне барлық сәбізімізді теркадан өткізіп алдық. Енді сәбізіміздің үстінен дәмдеуштерімізді саламыз. Қант саламыз, тұз саламыз, кориандр саламыз, ащы қызыл бұрыш саламыз, 6% уксустан қосамыз. Құрамына қажетті заттардың барлығының өлшемі видеоның төменгі жағында жазылған. 2 тіше чеснокты осылай теркадан өткіземіз. Кәрістің бұл сәбіз салатын жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Кез келген тағаммен үйлеседі, өте тойымды, ерекше салаттардың бірі. Енді қара бұрышымызды қосамыз. Сұйық майымызды отта қыздырып алып, сосын барып қосамыз. Енді қолымызбен жайлап араластырамыз, қатты баспаймыз. Сәбіздің суы шығып кетпеу керек. Маған сәбіздің суы өз бойында қалғаны ұнайды. Дәмдеуштерінің барлығы жақсылап араласатындай осылай жайлап араластырамыз. Салатымыздың дәмдеуштері жақсы сіңу үшін тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. Міне салатымыз дайын. Дәмі ерекше болып шығады. Тура осы рецептпен жасап көріңіз. Мен бұл рецепті 1 жылдан бері қолданып келемін. Осындай қытырлақ, өз сөгін өзінде сақтаған ерекше дәмді болып шығады. Сіздерге жеп көрсетуді жөн санадым. Ас болсын барлықтарыңызға.